Мен тұратын қала. Город, в котором я живу. Үш жыл бұрын Астанаға жұмыс бабымен көшіп келдім. Мен солтүстік Қазақстанның кішкентай қаласында дүниеге келдім. Ол жақта бәрі бір-бірін біледі. Сондықтан көптеген адамдар мен машиналарға үйрене алмадым. Барлығы асығып жүгіреді, әбігерленеді. Алайда көп ұзамай маған елордалық өмір ұнай бастады. Әр бұрышта көптеген дүкендер, әртүрлі кафелер, ойын-сауық, мұражайлар, театрлар, саябақтар бар. Әсіресе метромен жүрсеңіз, бәрі ыңғайлы және жақын. Ол өте жылдам. Демалыс күндері қала орталығындағы әдемі, ерекше ғимараттарды тамашалай отырып, қыдырғанды не кафеде кітап оқып отырғанды ұнатамын. Мұндағы адамдар мейірімді, әдепті және жақсы киінген. Әрине, мен кейде үйімді сағынамын, бірақ бәрібір өзім тұратын қаланы жақсы көремін. Үш жыл бұрын мен Астанаға жұмыс бабымен көшіп келдім. Үш жыл бұрын мен Астанаға жұмыс бабымен көшіп келдім. 3 года назад я переехал в Астану по работе. Мен солтүстік Қазақстанның кішкентай қаласында дүниеге келдім. Мен солтүстік Қазақстанның кішкентай қаласында дүниеге келдім. Я родился в маленьком городе на севере Казахстана. Ол жақта бәрі бір-бірін біледі. Ол жақта бәрі бір-бірін біледі. Где все друг друга знают. Сондықтан көптеген адамдар мен машиналарға үйрене алмадым. Сондықтан көптеген адамдар мен машиналарға үйрене алмадым. Поэтому сначала никак не мог привыкнуть к большому количеству людей и машин. Барлығы асығып жүгіреді, әбігерленеді. Барлығы асығып жүгіреді, әбігерленеді. Все торопятся, бегут, суетятся. Алайда көп ұзамай маған елордалық өмір ұнай бастады. Алайда көп ұзамай маған елордалық өмір ұнай бастады. Однако вскоре я полюбил столичную жизнь. Әр бұрышта көптеген
дүкендер, әр түрлі кафелер, ойын-сауық, мұражайлар, театрлар, саябақтар бар. Әр бұрышта көптеген дүкендер, әр түрлі кафелер, ойын-сауық, мұражайлар, театрлар, саябақтар бар. Здесь много круглосуточных магазинов на каждом углу, разных кафе, развлечений, музеев, театров, парков. Әсіресе метромен жүрсеңіз, бәрі ыңғайлы және жақын. Әсіресе метромен жүрсеңіз, бәрі ыңғайлы және жақын. Все удобно и близко, особенно если ездить на метро. Ол өте жылдам. Ол өте жылдам. Оно очень быстрое. Демалыс күндері қала орталығындағы әдемі, ерекше ғимараттарды тамашалай отырып, қыдырғанды, не кафеде кітап оқып отырғанды ұнатамын. Демалыс күндері қала орталығындағы әдемі, ерекше ғимараттарды тамашалай отырып, қыдырғанды, не кафеде кітап оқып отырғанды ұнатамын. В выходные мне нравится гулять в центре города, любуясь красивыми и необычными зданиями или просто сидеть с книжкой в кафе. Мұндағы адамдар мейірімді, әдепті және жақсы киінген. Мұндағы адамдар мейірімді, әдепті және жақсы киінген. Люди здесь дружелюбны, приветливы и хорошо одеты. Әрине, мен кейде үйімді сағынамын, бірақ бәрібір өзім тұратын қаланы жақсы көремін. Әрине, мен кейде үйімді сағынамын, бірақ бәрібір өзім тұратын қаланы жақсы көремін. Конечно, я иногда скучаю по родному дому, но мне все равно очень нравится город, в котором я живу. Если вам нравится такой материал, поставьте, пожалуйста, лайк и не забудьте подписаться, чтобы поддержать канал и чтобы не пропустить новые уроки. Заранее спасибо. Рахмет. Сау болыңыздар.